Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Қалдарың қалай? Жақсы. Керемет. Бүгінгі балалар біздің сабағымыз өзін-өзі тану пәнінің сабағы, иә? Көңіл күйлерің қалай? Өте жақсы. Бүгінгі балалар біздің тақырыбымыз көріп тұрсыңдар, адам бақыты. Бақыт деген ол тамаша. Адамның бойында бақыт болса, ол қандай адам болады? Ең бақытты адам болады, иә? Ең бірінші бақытымыз біздің ол отбасымыз. Екінші бақытымыз үшінші бақытымыз төртінші бақытымыз қалай ойлайсыңдар? Бейбітшілік. Сосын тағы ұмытып кеттіңдер. Денсаулық. Бақыт деген керемет, иә? Денсаулық. Көзіміз көрсе, құлағымыз, қолымыз жұмыс істесе, аяғымыз жүрсе, тамаша, керемет. Енді балалар, екінші біздің құндылық. Құндылық бізде неше бар? 5 құндылық. Осы 5 құндылықтың ішіндегі бізде құндылығымыз ішкі тыныштық. Адамның ішінде бойында тыныштық болса, өзі де тыныш болады және бақытты болады. Енді осы тыныштықтың ішінде қасиеттері. Қане Аружан оқи қойшы? Дұрыс ырғақпен демалу, шыдамдылық, ызақорлық, сараңдық, жалқаулықты қадағалай білу. Осының бәрін не істеу керек? Қадағалай білу керек. Ашуланса, не істеу керек? Қадағалай білу керек. Иә? Ызаланса, қадағалай білу керек өзің. Ақыл, ашу нені басады? Ашу дұшпан, ақыл дос. Ақылына ақыл қос. Жақсы. Енді осы мақсатымызға жету үшін біздің бойымызда не болу керек? Ішкі тыныштық болу керек. Дұрыс ырғақ болу керек. Сосын не болу керек үшінші? Шыдамдылық болу керек. Жаңа айтып кеттік, Аружан оқығандай, қане, ызақорлық, оқи қойма Дихан, Сараңдық, жалқаулықты қадағалай білуге тәрбиелеу. Иә, осыны не істеу керек? Тәрбиелей білу. Сабақты бастамай тұрып балалар, 5 ережесін еске алайық. Осы біздің топтың ішінде қандай ереже болу керек? Қане оқып шығайықшы бірге. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Керемет. Осы біздің ойымызда, тобымызда болса, біздің сабағымыз өте тамаша өтеді. Балалар, қане дұрыстап отырамыз, қолдарыңды, аяқтарыңды бір-бірлерінен ашып, түзу, аяқ қолдарыңды зерегіне қолдарыңды салыңдар. Көздеріңді ақырын жұмуға болады. Көздеріңе енді ойларына елестетіңдер. Күннің нұры сендердің төбелеріңде тұрғандай. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Барлығы және таза әсем гүлдің сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңызды, тілегіңізді, барлығы сіздің жүрегіңіздің бойын ашады. Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын қарай тарап тұр. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіресіз. Сіздің қолдарыңызға нұрға бөленіп сәуле шашуда. Қолыңыз тек жақсы іс істеуге, баршамызға көмектесуге, нұр аяқтарыңызға таратады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін
олар сіздің тек жақсылық жасау үшін. Олар нұр сендерге махаббат әкелу үшін. Одан кейін әр нұр сіздің аузыңызға, тіліңіз тез, шындық, жақсы сөз айту үшін. Нұр құлақтарыңызға, нұр көздеріңізге, жақсыны ғана көру үшін. Ал үй тапсырмасы не берілді, балалар? Қандай тақырып берілді? Адам қалай ойлайды? Адам қалай ойлайды? Жақсы. Ал кімді айналып келді біріншіге сұраққа? Мен. Айтады. Адам өз жетістіктеріне жету үшін ол ойлау керек, және де ол көп жұмыс істеу керек, сонда ол өз мақсатына жетеді. Дұрыс. Ал келесі? Адам қалай ойлайды екен? Автордың ойы мен ниетін жақсылыққа бағыттай алмаған адамдар бақытқа жете алмайды. Себебі сіз мейірімді және табысты болуыңыз керек. Сонда да сендер бақытқа жетесіңдер. Дұрыс айтасыз. Табысты болу керек, мейірімді болу. Ал келесіге? Өмірдегі ең қуанышты сәт. Сенде қандай томирис өмірінде ең қуанышты сәті? Өмірдегі ең қуанышты сәтім әкем велосипед тебуін үйреткен ең қуанышты сәтім болды. Иә, әкесі велосипед үйреткен сәті. Бақыт дегеніміз не? Қалай түсінесің? Бақыт дегеніміз не? Сұраққа жауап беру, бір сөзбен жауап беру қиындық тудырады. Себебі әрқайсы бақытты әртүрлі елестейді. Бақытты әртүрлі қылып елестетеді екен. Ал қалай сен елестетесің? Бойыңда не болу керек ең бірінші бақытты болу үшін? Жылы жүрек, білім, еңбек және қайрат. Жақсы, тамаша. Балалар, енді осы тақырыпқа байланысты мұнда алдарында дәйек сөз тұр. Дәйек сөзде былай жазылған: кім көп еңбек етсе, бақыт соған қонады. Өздерің білесіздер, әр уақытта адам еңбек етсе, өзінің еңбегімен бақытты болады. Ең бірінші еңбек ету керек. Еңбек еткеннен кейін өзі бақыттың да, жолың да бәрі ашылады. Сендердің ең бірінші еңбектерің қазір қандай? Не істеу керек? Не алу керек? Білім алу керек. Оқу керек, білім алу керек. Сол себепті ең бірінші қазір еңбектерің сендердің білім. Егер білімді оқуға, білімді саналарыңды өсіре берсеңдер, арман қарай қазір 7-ші буындасыңдар ғой, 7-ші сыныптасыңдар. Сол себепті содан кейін адам ойына да, ойы да оның ести береді, өсе береді. Енді осы дәйек сөзді қазір бірінші қыздар оқып шығады. Кім көп еңбек етсе, бақыт соған қонады. Ер балалар, Кім көп еңбек етсе, бақыт соған қонады. бірге оқимыз. Кім көп еңбек етсе, бақыт соған қонады. Жақсы. Енді осы сөзді дәптерлеріңе жазып қойыңыз. Ол кісі ғалым, суретші, мүсінші. Осы кісі туралы біз қазір ең қызықты әңгімені естиміз. Ал Мадиха неге бар? Леонардо алғашқы сүңгуір костюмінің және парашюттың авторы. Бір қызығы, оның сызбалардағы парашюты пирамида тәрізді болды. Кәсіби анатом ретінде Леонардо да Винчи дәрігерлерге ағзаны дұрыс бөлшектеу бойынша нұсқаулық құрастырған. Сонымен авторы кім? Леонардо да Винчи. Ол кісі кім екен? Ғалым, сөретші, өнерпазшы, мүсінші. Жақсы, тамаша. Иә, жақсы, өте жақсы. Ал балалар, енді біз екі топқа бөліндік,
сендердің қазір жұмыстарың 2 топқа бөлінгеннен кейін шығармашылық жұмыс бізде болады. Осы сабаққа байланысты. Шығармашылық жұмыста міне мынау бақыт тобы. Бірінші топ бізде қандай? Бақыт. Қандай топ? Бақыт. Бақыт. Екінші топ бізде Сәттілік. сәттілік. Сәттілік тобы екен. Бақыт тобы мен сәттілік. Ол қуаныш. Қуаныш. Мысалы демалысқа шыққанда әке шешеңді көргенде, иә? Мен әкеммен, анаммен серуендеген. Иә. Аружан сіз Күнім ол мысықпен ойнауға. мысықпен ойнауға. Аха. Маған итті сатып алды. Итті сыйлады, иә саған? Велосипед сатып алған. Велосипед сатып алғанда қуандыңдар, иә? Шығармашылық жұмыс болғаннан кейін, міне. Мен жай бөліп отқан жоқпын. Бақыт деп, және сәттілік деп. Бақыт туралы сендер өлең жазасыңдар ма, өлең айтасыңдар ма, әңгіме айтасыңдар ма, сурет саласыңдар ма? Туралы көрініс көрсетесіңдер ма, өлең айтасыңдар ма, сурет саласыңдар ма? Өздерің білесіңдер, өз топтарыңмен ақылдасып. Не істеулерің келеді? Иә? Қандай шығармашылық жұмыс көрсеткілері келеді? Қарындаш керек болса, міне балалар қарындаш. Все, ойланды. Бір-біріне жақынданды. Тұруға да болады, жақындауға болады. Жұмыс істей беріңдер. Ойлана беріңдер. Сендер дайынсыңдар, иә? Дайындалып отыр. Бізде көп дайынсыңдар. Жақсы. Бұйда ғой, ал қайсы бірінші топ сендер бітіріңдер, иә? Ал Дария, сендер не дайындадыңдар топтарыңмен? Біз топпен бақыт туралы тақпақ. Ал оқи қойыңдар. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенің, бақытыңда басқаныңда білмеуін, бақытсыз-ақ ойлағанын көргенін. Ал, кәне, қошемет қылайық. Тамаша. Ал, сіздер қандай топ, не дайындадыңыздар? Біз көрініс дайындадық. Көрініс дайындадыңдар, иә? Жақсы. Мен әкесі тойға кетедім. Сау бол. Сау болыңыздар. Ал Мадихан деген бала үйде отырып, оларды күтеді. Анасы мен әкесі тойдан келеді. Алақай, әке анам келді. Ал, рахмет. Сонымен не көрсеттіңдер сіздер? Көрініс. Көрініс. Қандай көрініс, Мадихан? Осы қай жерде әкемен анамның келгенін несін көрсеттің? Қуанғанымды. Қуанғанымды көрсеттің екен. Қайдан келді әкеңмен ана? Тойдан. Тойдан. Жақсы. Көріністерін тамаша. Қайда қошемет қылайық. Жақсы, отыра ғой. Ал балалар, енді осымен сабағымыз аяқталып жатыр. Енді қорытынды жасай келгенде, сонымен енді түсінген шығарсыңдар, иә? Бақыт деген не екен? Бақыт деген әр адам өз бақыты өз қолында, иә? Мен әр уақытта сендерге айтамын. Әр адам өз бақытын өзі жасайды. Ал Динара, сен не деп ойлайсың? Бақытты болу үшін адамның бойында не болу керек? Қайрат, білім, еңбек, жылы жүрек. Жылы жүрек. Ал Дария, ең бірінші сенің бақытты болу үшін не болу керек деп ойлайсың? Ең бірінші бақытым отбасым, екінші бақытым отаным, үшінші бақытым тілім, төртінші бақытым денсаулығым. Денсаулығың,
әрбір адам, жаңа әңгімеде оқыдық қой, әңгіме, әрбір адам да, бала да, қандай қиыншылық болса да, ішінде, бойында, жүрегінде ішкі тыныштық болса, ол адам бақытты екен. Ішкі тыныштық дегеніміз ол қиянат жасамау, өтірік алдамау, ұрламау, өлтірмеу, даже айтуға болады, сендер 7-ші сыныпсыңдар ғой. Сонда адамның бойында ішкі тыныштық болады. Егер сен бірдеңені ұрлап алсаң, сен ойлайсың ғой, иә? Тыныштың келмей, ұйқың келмей, ойлап жатасың. Егер анаңды алдасаң, оны да ойлайсың. Досыңды алдасаң, оны да ойлайсың. Бірдеңені ұрлап алсаң, тоже ойлайсың. Ой, мынаны біліп қояды. Түсінікті ме? Сол себепті адам бойында ішкі тыныштық болса, ол қандай адам деп саналады? Бақытты адам деп саналады. Жақсы, ең бірінші бақыттымыз, иә, бізде бойымызда, өзіміздің елімізде не болу керек? Бейбітшілік, тыныштық болу керек. Қазіргі заманға байланысты бейбітшілік, тыныштық болу керек. Соны біз не істей білу керек бала? Қадірлеу керек екен. Екінші, біздің ата-анамыз не істеу керек бала? Тыңдау, сыйлау, қадірлеу, адамның құрметтеу, адамның бойында, сосын не болу керек, әр уақытта айтамын, сабыр болу керек. Сонымен балалар, бүгінгі сабақты өзіміздің ойымызға түйгендеріңді, өздерің ойланып, бастарында қандай бүгін сабақтан өздерің жағымды ой түйдіңдер, жақсылық қандай алдыңдар, осы қолдарыңды сол жүректеріңе салып, еркін отырып, ойланып, бүгінгі сабақтан алған жақсы қасиеттерді осы бойларыңа, ойларыңа, жүректеріңе ақырын ғана салып қойыңыздар. Ойланып қандай ой. Жақсы, рахмет. Сабақты ұнады деп ойлаймын сіздерге. Ұнады ма сабақ? Иә. Мен өте қуаныштымын. Осы алған білімдеріңді, ойларыңды әр уақытта қолдана біліңдер. Сау болың. Сау болыңыз. Все.